بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Бүгінгі жұма намазының тақырыбы, жұма уағызымыздың тақырыбы тәңіршілдік деген дін бе дейді. Тәңіршілдік деген қазір қоғамдағы ең актуальный тақырыптардың бірі. Көп емес, бірақтан да біршама адамдар бұл нанымға сеніп жүрген адамдар да бар, осыған кіріп кеткен адамдар да бар, тәңіршілдікті оны үгіттеп насихаттап жүрген интернеттегі адамдар да бар, оны тығылып жасап жүрген адамдар да бар. Бұл ислам дінінде тәңіршілдіктің орны қандай? Ол ақиқат дін ба? Ол қаяқтан пайда болған зат? Соны бүгін талқылаймыз. Біріншіден, дін дегеніміз не? Тәңіршілдікті дін деп атайын десек, бірінші дін деген нәрсені түсіндіріп өтейік. Дін дегеніміз не? Ислам дінінде дін деген мағынаны қалай түсінеміз? Осы тұрғыдан алатын болсақ, дін деген араб тілінен енген сөз. Бізге қазақ тіліне, араб тілінен, түркі тілінен көптеген сөздер енген. Тіпті қазақ тіліне 13 000 араб тілінен сөз енген екен. Мысалға қалам, кітап, парақ деген сөздердің барлығы түбі араб тілі. Алла Тағала Рум сүресінде айтады: "Уамин аятихи ихтилафу алсинатикум ва алваникум". Алланың бар екендігінің бір дәлелі дейді. Сендер түрлі-түрлі тілде сөйлеулерің және түстерің әртүрлі болуы, қара түсте болуымыз, ақ түсте болуымыз, қызыл түсте болуымыз. Алла Тағала жер бетінде түрлі-түрлі тілді жаратып қойды, өзінің бар екендігіне дәлел қылып. Араб тілі, білесіздер, өте бай тіл, жер бетіндегі ең бай тіл. Сол бай тіл болғандықтан ғой Алла Тағала Құранды араб тілінде түсірді біздерге. Ислам шариғатын араб тілінде біздерге заңдастырды. Дін дегеніміз араб тілінен алатын болсақ, өзі араб тілі, айттық қой, бай тіл, бір сөздің өзі қазақ тіліне аударған кезде 10 мағына беретін сөздер де бар. Сол сөздердің бірі дін деген сөз. Дін дегеннің араб тілінде мынандай бір мағыналар бар екен. Ең біріншісі сыйлық деген мағынаны білдіретін сөз бар екен. Үкім, есеп, жаза, мойынсыну, бағыну, құлшылық, шариғат, заң, жол, тіпті кейбір уақыттарда ұлт, ұғым деген мағынаны білдіреді екен. Есеп, жаза деген сөздерді біздер білеміз. Өйткені Алла Тағала Фатиха сүресінде Малики яумиддин дейді. Қиямет күнінің егесі дейді Алла Тағала. Неге? Өйткені қияметтің күні жақсылық істеген адамдар сыйын көреді, жамандық істеген адамдар жазасын көреді. Сонымен қатар дін деген бір заң деген мағынаны білдіреді екен. Ал терминдік мағынасы, қолданыстағы мағына ол қандай мағынаны білдіреді десеңіз, дін деген нәрсе Алла тарапынан жіберілген илахи дін, илахи бір жүйе, заң, қағидалар деген мағынаны білдіреді екен. Бұл қағидалар, бұл дін адамның дүниедегі, адамзаттың дүниедегі және ақыреттегі бақытын мойнына жүктейтін дін екен. Дүниеде бақытты болуды, ақыретте қияметтің күні Алланың алдына барған кезде Алланың разылығын алып, мәңгілік жәннатта болуды, мәңгілік сыйға, құрметке ие болуды қозғайтын дін екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең жақсы дұғасы бар. Дұғалардың ішінде ең керемет дұға, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнемі айтатын дұғасы, көпшілігіңіз білесіз: "Раббана атина фид дуnya хасана". Раббымыз, біздерге осы дүниенің жақсылығын бер. "Ва фил ахирати хасана", ақыреттің жақсылығын бер. "Вақина азабаннар", Раббымыз, біздерді тозақ отынан азат ете көр деген осы дұғаны үнемі айтады деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ислам діні осы нәрсені қозғайды. Ғалымдарымыз осы дүниенің жақсылығы, ақыреттің жақсылығы деген не десе, бір ғалымдар айтады, осы дүниенің жақсылығы дейді, бұл ислам діні дейді. Ақыреттің жақсылығы, Алланың мейірімі, жәннатқа кіруің дейді. Кейбір ғалымдар осы дүниенің жақсылығы деп ізгі әйелді айтады. Кімнің әйелі ізгі болса, тақуа болса, онда дүниенің жақсылығын көріпті дейді. Ақыреттің жақсылығы дегені хор қыздары дейді, жәннаттағы хор қыздар дейді бір ғалымдар. Болса дағы ислам діні пенденің, адамзаттың дүниедегі бақытын және ақыреттегі бақытын қатты мән береді. Өйткені дүниеде егерде Алланы зікір ету болмаса, қаншама дүние тапсаң да, қаншама бақытты болып кетсең де, Алланы зікір ету болмаса, бос болып қалады екен, дүниенің мәні болмай қалады екен. Қаншама жақсы амалдар жасап, қияметтің күні Алланың алдына есеп қисапқа барған кезде, Алланың мейірімі болмаса, есеп қисаптан құтылу болмай қалады екен. Біздер амалымызбен
қиямет күніне есеп қисаптан құтылмаймыз, амалымызбен жәннатқа кірмейді екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға былай деп айтты дейді: сендердің ешқайсыларың істеген жақсылық амалдарыңа сүйеніп қалмаңдар, Алла тағала сендерді амалдарыңмен жәннатқа кіргізбейді деп айтты дейді. Сонда сахабалар: я Расулалла, тіпті сізді де ма деген кезде, тіпті мен де амалыммен құтылмаймын, Раббым егер де мені мейіріміне бөліп кешірмесе деп айтты дейді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан да ислам діні пенденің дүниедегі және ақыреттегі пайдасын ойлайды. Дін бүкіл әлемдің жаратушысы Алла тағаладан ғана жіберіледі. Кез келген дін болсын. Жаратушыдан жеткен қасиетті ұғым жүйесі болғандықтан өзге жанның дінге ұқсас жүйе ойлап шығаруына немесе діни үкімдерге әлде қандай өзгеріс енгізуіне ешқандай құқығы жоқ. Тіпті Алла тағала мына дінді пайғамбарлар арқылы бізге жеткізгендігі соншалықты пайғамбарлар да дінде өзгеріс жасауға құқығы жоқ екен. Пайғамбарлардың міндеті дінді жеткізе білу. Пайғамбарлардың міндеті дінді жеткізе білу халыққа. Өйткені Алла тағала: ма алейка иллал балағ, ей Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, сенің міндетің адамдарға дінді жеткізу дейді. Адамдарға жеткізу. Ва ма аля расули иллал балағ, біз қандай пайғамбар жіберсек те оның міндеті адамдарға дінді жеткізу дейді. Құдайды жеткізе білу. Дін адамға Алла тағаланың таңғажайып даналыққа құрылған жаратылысының алдындағы мақсат міндеттерін айқындап береді. Адам баласы тек ішіп жеу, саят құрып сайраңдау, бірін-бірін өлтіру үшін ғана жаратылмаған. Дүниеге келгендегі мақсатымыз ішіп жеу, рахатқа бөлену ол емес. Бәлкім жаратушы Раббымызды танып, оған құлшылық қылу. Аяттарда Зарият сүресінде Алла тағала былай деп айтады, 56 аятында: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун", расында мен адамдар менен жындарды маған құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Ибн Аббас былай деп айтады, бұл аяттың мағынасы адамдар менен жындарды Алла тағала өзін тану үшін және өзіне құлшылық ету үшін ғана жараттым деген мағынаны білдіреді дейді. Дүниедегі міндетіміз Алланы іздеу, Алланы тану, ілім арттыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: бір күнімде дейді, таңға ұйқымнан тұрғаннан бастап кешке жатқанға дейін, күн батқанға дейін Алланы танитын бір ілім үйренбесем, сол күні шыққан күннен, шығысынан шыққан күннен маған пайдасы жоқ дейді. Сол үшін де ислам діні адамзатқа мейірімділікті үйретеді, адамзатқа қағиданы үйретеді. Ертеде бір қиссаларда келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде Абдулла әл-Ғиффари деген сахаба болған екен. Үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артында отырып жылай береді дейді. Бір күндері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдуллаға қарап: Абдулла, не үшін жылайсың деді. Сонда Абдулла айтады: я Расулулла, жахилеттік кездегі ислам діні келместен алдындағы дәуір есіме түссе болды, жылай беремін дейді. Не жағдай болған еді десе, Абдулла айтады: я Расулулла, ислам діні келместен алдын менің әйелім жүктеді дейді. Сөйтіп бір кездері ұзақ жолға сапарға кеттім. Қайтып айналып келсем, біраз уақыттан кейін айналып келсем, әйелім қыз босанған екен дейді. Ал ол уақыттарда кейбір тайпаларда қыз бағу, қызды асырау әке үшін бір төменгі дәреже еді. Сөйтіп бір кезде қызыма қарасам, сыртта, далада балдармен ойнап жатыр екен дейді. Арасындағы ең сұлуы менің қызым екен. Бірақтан да жаңа намыс жібермеді дейді. Сөйтіп әйеліме айттым дейді: қызды киіндір, жақсылап, әсемде, мен сапарға шығып қайтайын дейді қызды алып. Олардың әдеттері, егер де қыздарын өлтіргісі келсе, айдалаға апарып, ит, мышыққа жем қылғысы келсе, бірінші қызын жақсылап тұрып киіндіреді екен, жақсылап тұрып бояйды екен. Сөйтіп айдалаға апарып тастап кетеді екен. Сонда әйелім түсіндіп қойды дейді. Қызды жақсылап киіндірді да жылап тұрып былай деп айтты дейді: отағасы саған қыз аманат деп айтты дейді. Сөзіне мән бермей жүріп кеттім дейді ары қарай. Айдалаға келдім дейді. Далада бір кезде бір құдық тұр екен, ішінде су жоқ, терең екен дейді. Соң жанына келдім дейді, қызымды көтеріп алғам. Құдықтың жанына келген кезде қызымды енді тастайын дегеннен бір кезде қызым сақалымнан ұстап тұрып әкешім деп айтты дейді. Сонда мейірімділігім оянып кетті дейді, көзімнен жас ақты дейді. Бірақтан да қайтадан қалама барсам, жаңағы абыройсыздық артынан ереді ма деп уайымдадым да қызымды бір кезде құдыққа тастап жібердім дейді.
Қызым бір кезде құдықтың аузынан бір қолмен ұстады да, екінші қолменен аяғымнан ұстап үлгерді дейді. Әкешім деп жылап қалды дейді. Жерден тас алдында қолдарынан ұра бастадым дейді. Бір кезде қызым терең құдыққа түсіп кетті дейді, ішіне қарай. Бұрылып кетіп бара жатқан ем, ішіндегі қызым былай деп айтты дейді: әкешім, сен анамның аманатын жоғалттың ғой. Саған анам айтқан еді ғой, аманатқа еге бол деп айтқан еді ғой, сен аманатты жоғалттың ғой деп айтты дейді. Я Расулулла дейді. Осы бір қисса есіме түссе болды, көзіме жас келе береді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны естіген кезде жылаған екен. Сөйтіп былай деп айтты дейді: Абдулла, егер де Алла тағала маған сендердің жахилеттегі істеген күнәларың үшін жаза қолдануды әмір ететін болса дейді, мен ең бірінші сені жазалайтын едім дейді, осы істеген амалың үшін. Бірақтан да, Абдулла, ләкиннәл ислама яджуббу ма қаблаху. Бірақтан да ислам діні дейді, жахилеттегі білімсіздік дәуіріндегі істеген күнәлардың барлығын кешіреді дейді. Түсініңіз бе? Ислам діні бізге мейірімділікті үйретеді. Ислам діні бізге әдепті үйретеді. Дін, Алланың діні біздерге пайғамбарлар арқылы жетеді. Пайғамбарларға періште арқылы жетеді. Уахи арқылы түсіп отырады. Пайғамбарлар үнемі Алламенен тікелей байланыста болады. Пайғамбардың әрбір айтқан сөзі, ол кісілердің әрбір айтқан, әрбір істеген амалдары, тіпті көрген түстеріне дейін уахи болып есептеледі екен. Интернеттен андай бір не шығып жүр, бәріңіз естіген шығарсыздар. Жақында дейді, бір Түркияда бір ғалым, қазақ жігіттер айтып жүр осыны. Түркияда бір ғалым дейді, білмейміз енді кім екенін, түс көріпті дейді. Түсінде жаңағы Мәхдиді көріпті дейді. Сөйтіп Мәхди жаңағы ғалымға түсінде жаңағы не берген ғой? Ту беріпті, ту, флаг. Сөйтіп айтыпты: үмметіңе айт, дайын болсын, қиямет жақындап келе жатыр деп айтты дейді да жаңағы. Ана ғалым ертесін жаңағы несіне тұрып, ұйқысынан тұрып, бәріне айтып жүр дейді: қиямет болады, жақында, қиямет болады, қиямет болады деп. Ананың шәкірттері, қазақ балдар барлығы статустарына салып отыр да. Бұл болмайды. Пайғамбардың түсінен басқа түстердің еш қайсысына сенім артуға болмайды. Адамның түсіне қарап үкім беруге болмайды. Пәленше түс көріпті деп қиямет болады екен, немесе өледі екен деген нәрсе болмайды, ондай нәрсе. Тек қана пайғамбардың түсі ғана 100%-тік уахи, ал қалған біздердің түстеріміз не Алла тараптан келеді, не болмаса шайтанна тараптан келеді екен. Түсініңіз ба? Болса да біздердің түстерімізге 100% мынандай деп нақты айтуға болмайды екен. Түсініңіз ба? Тек қана пайғамбарлардың сөздері, олардың түстері, олардың іс-әрекеттері уахи. Алла тағала адамды өзін танып білу үшін жаратты. Өзін танып білу үшін жаратты. Сол үшін де Алла тағала діннің негізі қылып, ең алғашқы таухид, яғни Алланы жалғыздау, бір деп тануды бұйырған екен. Дініміздегі ең үлкен қағида Алланы бір деп білу. Алланы бір деп білу. Сол үшін де біздің дінімізде ислам діні, ақиқат дін, ол соңғы дін, өзіне дейінгі келген діндердің барлығын үкімін жойды. Христиан діндері, еврей діндерінің үкімі жойылды. Неге десеңіздер, өйткені олар, христиандар да, еврейлер де, олар таухидтан адасты, олар Алланы бір деуден адасты. Бұл жайында Алла тағала былай деп айтады: «Вақалатил яхуду Узайрун ибнуллах». Яхудилар, еврейлер былай деп айтады екен: Узайр пайғамбарды Алланың баласы деп айтты. «Вақалатил масиху Иса ибнуллах». Ал христиандар болатын болса, Айсаны Алланың баласы деп айтты. Сонда Алла тағала айтады: олар Аллаға үлкен жала жауып жатыр. Аллада бала да жоқ. Аллада әйел деген нәрсе болмайды. Алла ондай сипаттардан пәк. Субханаллах, яғни Алла пәк деген мағынаны білдіреді екен. Субханалла деген сөз. Алла пәк қандай нәрселерден? Бала тұтудан, әйелі болудан, Алланың досы болудан, серігі болудан Алла тағала пәк екен. Адам ұлы жаратушының бар екеніне сенгенімен, оған қалай құлшылық ету керектігін ақылымен шеше алмайды. Сол үшін діни әмір мен тыйымдар пайғамбарлар арқылы жетіп тұрады. Өйткені адам әртүрлі сылтаумен желеу айтпау үшін әрбір қауымға Алла тағала жеке-жеке пайғамбарлар, ескертуші елшілер жіберген екен. Құранда Алла тағала: «Русуля мубаширин ва мунзирин ли алла якуна линнаси аля Аллахи худжатун ба'да русул ва кана Аллаху азизан хакима». Алла тағала әрбір қауымға ескертуші қылып, сүйіншілеуші қылып пайғамбарлар жіберіп отырды, елшілер жіберіп отырды. Қияметтің күні: «Я Раббымыз,
бізге ескертуші келмеді деп айтпау үшін дейді. Расында Алла тағала көркем әрі даналық иесі дейді. Басқа бір аяттарда Алла тағала айтады: «Инна арсалнака бил хаққи башира ва назира». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, расында біз сені ақиқатпенен сүйіншілеу үшін және ескерту үшін жібердік. Қандай да бір үммет өтпесін жер бетінде, қандай да бір адамдар, тайпалар өтпесін, біз оларға ескертуші жібердік дейді Алла тағала. Басқа бір аяттарда: «Ва ликулли умматир расул». Әрбір үмметтің өзінің елшісі болады дейді. Алла тағала ежелден адам атаны жаратқаннан бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға дейін қаншама пайғамбарлар жіберді. Кейбір қауымдар қабылдады, кейбіреулер қабылдамады. Тіпті кейбіреулері «Уақатлимул анбия биғайри хақ», тіпті кейбір яһудилер дейді, келіп жатқан пайғамбарларды өлтірген екен. Өлтірген екен көптеген пайғамбарларды, адамдардың қолынан қаза тапқан екен көптеген пайғамбарлар. Бірақ ондай қауымдарға Алланың лағнеті болды, Алланың лағнеті түсті оларға, Алланың азабы түсті. Демек, ұлы жаратушы өзінің дінін жібере отырып, соңында исламмен тамамдаған. Ал исламнан кейін қияметке дейін ешқандай илахи дін келмейтіні әмбеге аян дейді. Баршаға аян. Ақиқат дін, ең соңғы дін ислам діні. Одан кейін дін келмейді, одан кейін пайғамбар келмейді. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Мен соңғы пайғамбармын, менен кейін пайғамбар келмейді» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қияметтің белгілері жайында біздерге былай деп айтады: «Мен дүниеден өткеннен кейін 21 өзін өтірік пайғамбармын деушілер шығады» дейді. Олардың 7-еуі әйелдер болады, 14-і еркектерден болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Солар келмейінше қиямет болмайды дейді. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өте салысыменен Мусайлама әл-Каззаб, өтірікші Мусайлама деген келіп, өзін пайғамбармын деп айтты. Бірақтан да оны мұсылмандар кейін өлтірген екен. Яғни жалған пайғамбарды өлтірген екен. Бізге дейінгі қазақ жерінде көптеген діндер болды. Ислам діні келместен алдын қазақ жерінде көптеген нанымдар болды, көптеген сенімдер болды. Ол қандай сенімдер? Біріншісі мысалға анимизм дейді, натуризм, немесе индуизм, пұтқа табынатындар, отқа табынатындар, суға табынатындар болды, аспанға табынатындар болды мысалға. Бірақтан да ислам діні бұндай өтірік құдайлармен, өтірік пікірлермен келіспейді. Ислам діні бойынша адамзаттың алғашқы діні ол ислам діні. Кейбір ғалымдар былай деп айтады екен: ислам діні келместен алдын бұл әлемде неше түрлі нанымдар болды. Ең алғашқы діндер ол индуизм немесе буддизм деген діндер болды дейді. Бірақ біздер айтамыз, ең алғашқы дін ол ислам діні болды, ол таухид діні болды. Өйткені бұған дәлел Алла тағала Адам алейхиссаламды жаратқан кезде оған Алла тағала жалғыз өзіне ғана бағынуды, өзіне ғана құлшылық қылуды әмір етті. Сөйтті де Алла тағала Адам алейхиссаламға 11 парақ түсірген екен. 11 парақ нәзіл болды. Және Адам пайғамбарлардың ішіндегі ең алғашқы пайғамбар болды. Ең алғашқы пайғамбар. Сол 10 парақтың ішінде Алла тағала Адам алейхиссаламға өзіне ғана бағынуды, шариғат заңдарын, топтамаларын түсірген екен соның ішінде. Адам алейхиссалам сол құндылықтарды, ислам шариғаттарын, заңдылықтарды өзінің балдарына, өзінің немерелеріне, өзінің тайпасына үйреткен екен. Адам алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін, оның ұрпағы көбейгеннен кейін, түрлі тайпалар пайда болғаннан кейін, жер бетінен дін ұмытыла бастады. Адамдар қолдан жасалған құдайға, немесе суға, отқа, күнге табынып кетті, жұлдызға табынып кетті. Сөйтіп адамдар тура жолдан тайғаннан кейін Алла тағала екінші пайғамбарды жіберді. Адамдарға туралықты көрсетті Алла тағала. Бұл жайында Алла тағала біздерге Ибрахим алейхиссаламның қиссасын баяндайды. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Ибрахим дейді, өзінің көкесі Азарға былай деп айтқан екен. Ибрахим пайғамбардың көкесі болған, әкесінің інісі де. Өз қолымен пұт жасайды екен. Сөйтіп соған табынады екен. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар айтты дейді, өз қолымен жасаған пұтқа өзің табынасың ба деп айтты дейді. Сонда қауымы Ибрахим пайғамбарға айтқан екен: Ибрахим, біздің құдайларымызға табынсай деп айтты дейді. Сонда Ибрахим пайғамбар
жарайды онда табынып көрейін сендердің құдайларыңа. Неге табыну керек деген кезде олар бірінші бүйтіп айтты дейді. Фаламма жанна раа алей каукаба. Түн болған уақытта дейді. Түн болған уақытта қауымдары жұлдыздарға табынған екен. Сонда Ибрахим пайғамбар жарайды сендер секілді жұлдызға табынып көрейін деп түнді күтті дейді. Түн келді, түн болды, жұлдыздар шықты. Таң атқан уақытта жұлдыздар көрінбей қалды. Сонда Ибрахим пайғамбар айтқан екен, ла ухиббул афилин, мен жоқ болып кететін құдайға табынғым келмейді дейді. Бір уақыт болып, бір уақыт жоқ болып кететін құдайға табынбаймын дейді. Сонда екінші қауым айтты дейді, онда айға табынайық деп айтты дейді. Түнде ай шықты, күндіз жоғалып кетті дейді. Сонда бір кезде қауым айтты дейді, онда күнге табынайық дейді. Өйткені күн жаратылыстың ішінде ең үлкені, күнге табынайық деп айтты дейді. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Сонда күн жоғалып кеткен уақытында, түн болған уақытта, күн жоғалған уақытта Ибрахим пайғамбар расында мен сендердің ширіктеріңнен, сендердің Құдайға деген қосып жатқан серіктеріңнен пәкпін деп айтты дейді. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, расында Алланың алдында шынайы илахи дін ол ислам діні. Ол діннен басқа діндердің барлығы үкімі жойылған. Расында Алладан түскен дін ол үшеу. Самауи діндер, көктен түскен діндер ол үшеу. Ең біріншісі еврей діні, екіншісі христиан діні, үшіншісі ислам діні. Осы үш дін түсті. Қалған діндер қолдан жасалды, адамдардың ойлап табуымен болды. Бірақтан да екі дін, бізге дейінгі діндердің, христиан діні, еврей діндерінің үкімі жойылды. Ислам дінінің ғана үкімі қалды. Алла Тағала Құранда «Инна дина индаллахил ислам». Расында Алланың алдында шынайы дін ол ислам діні деп айтқан екен Алла Тағала Құранда. Оған дейінгі діндердің барлығы жойылды. Бір қиссаларда келеді, бір күні бір жігіт ақиқатты іздеді дейді. Ақиқатты іздеді дейді, ертеде. Сөйтті да бірінші еврей дініне кірісті дейді. Еврей дінін қабылдады. Көңілі толмаған екен еврей дініне. Базардан барып еврейлердің кітаптарын сатып алды дейді, қасиетті кітабын. Енді олардың кітаптары өзгертілген, түрлі нұсқасы бар. Сөйтіп еврейлердің кітаптарын сатып алды да, Забурды сатып алып, Тауратты сатып алып, үйіне әкеп оқыды дейді. Сөйтіп осы ақиқат дін бекен, осыны зерттеп көрейінші деп, үйіне әкеп кітапты оқып болғаннан кейін жаңа дінді кітапты өзгерткен екен. Түрлі нұсқа басып шығарған екен. 3-4 нұсқасын. Ана жерінен бір өзгертіп, мына жерінен бір өзгертіп. Ертесі күні таңертең жаңағы өздерінің ғибадатханаларына барып кітапты сатты дейді. 3 кітапты сатты дейді. 3 түрлі нұсқасымен. Адамдар қызығып сатып алып кетті дейді. Қасиетті кітабымыз деп, еврейлер. Сөйтіп ақиқат сенді дейді. Расында еврей діні ақиқат дін емес екен. Христиан дінін көрейін деп айтты дейді. Христиандардың кітаптарын Інжілді сатып алып, үйіне апарды да Інжілді жақсылап оқып, оны да бұрмалап 3 нұсқасын басып шығарды дейді жаңа кісі. Ертесі күні шіркеулердің алдына барып, оны да сатты дейді. Адамдар қызығып сатып алды дейді. 3 түрлі нұсқа қылып. Бұл да ақиқат дін емес екен, ислам дінін көрейін деп айтты дейді. Құран кітапты сатып алды дейді жаңа жігіт. Құран кітапты үйіне әкеп жақсылап оқыды да бір кезде бұрмалады дейді. Мағынасын өзгертті дейді жаңа кісі. Сөйтіп мешіттің алдына әкеп сатқан екен. Енді Құран жаттаған қарилар көп қой енді. Сөйтіп мешіттің алдына әкеп сатқан ем, таяқ жедім дейді жаңа кісі айтады. Өйткені түрлі қылып жазғаннан кейін қарилар бар, ана жерде көрген ғалымдар бар. Расында ақиқат діні ислам діні. Алла Тағала Құранда «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Расында біздер осы дінді түсірдік, ислам дінін түсірдік, Құран кітапты түсірдік, және оны біздер сақтап қаламыз дейді. Енді осы жерде ғалымдарымыз айтады, дін екі түрлі болады дейді. Біріншісі самауи дін, көктен түскен, Алла тараптан түскен діндер. Екіншісі адамдардың ойлап тапқан діні дейді. Көктен түскен дін үшеу: христиандардікі, еврейлердікі, ислам діні. Ал адамдардың ойлап тапқан діні, адамдардың ойлап тапқан нанымдары, сенімдері өте көп, шексіз ол. Өйткені сөз бар ғой, байығың келсе, дін ойлап тап дейді. Байығың келсе, дін ойлап тап. Мысалы, буддизм, индуизм, сол секілді тәңіршілдікте ойлап табылған дін. Тәңіршілдікті дін деп атауға болады ма десе, ғалымдарымыз, осы тәңіршілдік деген тек қана Қазақстанда ғана бар да, басқа еш жерде жоқ ол. Түсінесіз ба? Егерде ол дін болса, әлем бойынша тарау керек еді ғой.
Тәңіршілдік дін ба десе, ғалымдарымыз бір сөзден жоқ дейді. Тәңіршілдік дін емес дейді. Өйткені тәңіршілдік деген не десе, тәңіршілдік деген ертеде түркілердің сеніп жүрген бір нанымы дейді. Ол аспан тараптан түскен, Құдай тараптан түскен бір дін емес. Дін болу үшін, бір нәрсені дін деп атау үшін, оның 8 шарты бар екен. Тәңіршілдікті дін деп айту үшін, одан мына 8 шартты іздеу керек. Ең біріншісі, жаратушы бір Алла деген нәрсені іздеу керек оларда. Бұл бір. Екіншісі, олардың пайғамбарлары болу керек. Алланың жаңағы несін жеткізіп отыратын, миссиясын жеткізіп отыратын, хабарды жеткізіп отыратын, Алламенен тікелей қатынаста болып отыратын пайғамбары болу керек. Үшіншісі, періштелерге деген сенімдері болу керек. Төртіншісі, қасиетті кітабы болу керек олардың. Алла тараптан түскен. Бесіншісі, заңдары болу керек олардың, қағидалары болу керек. Бүйтсең мынандай жаза бар, бүйтсең мынандай сыйы бар деген қағидалар болу керек. Алтыншысы, олардың белгілі бір құлшылықтары болу керек. Намаз, ораза, зекет, қажылық деген секілді, садақа, құрбандық, неке қию, мысалға, ғибадатханалары болу керек олардың жеке. Жетіншісі, қасиетті күндері менен мейрамдары болу керек. Мысалға, біздердің қасиетті Рамазан айы секілді, Қадір түні секілді қасиетті күндер, мейрамымыз жаңағы құрбан айттың 2 күні секілді, құрбан айт, ораза айт секілді қасиетті күндер болу керек. Сегізіншісі, діни қызметкерлері болу керек, және үкім беріп отыратын, фәтуа беріп отыратын муфтилары болу керек. Ал егерде осы 8 жаңағы бабымыз, 8 шартымыз ол кісілерде табылмаса, онда ол адамдардың ойлап тапқан нанымы болып есептеледі екен. Тәңіршілдікті дін деп атаудың өзі қате болады. Сөздер ме, оны тәңіршілдік дін емес, тәңіршілдік сенімі немесе тәңіршілдік нанымы деп айту керек. Өйткені дін бөлек, ал наным бөлек. Дін дегеніміз Алла тараптан түскен дін, үшеу ол. Ал наным деген нәрсе адамның ойлап тапқан нәрсесі, адамның өз ойынан құрып алған нәрсесі. Енді бұл тәңіршілер деген кімдер десе, тәңіршілер олар мынандай екен, ежелгі түркіден тараған, ойлап тапқан зат, ежелгі түркілер. Тәңір десе олар мынандай нәрсені түсінеді. Тәңір десе 2 аяғы жерде, басы аспанға дейін жетіп тұратын бір объектіні түсініп тұрады олар. Ал біздің ислам дінінде Құдайды елестету, ол дінден шығару болып есептеледі. Құдайды елестету дінден шығару болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: сендерге бір шайтан келеді дейді. Ойларыңа мынандай сұрақтар қояды дейді. Мынаны кім жаратты деген кезде Алла дейді. Мынаны кім жаратты десе Алла деп жауап бересіңдер дейді. Түбінде ол сендерге мынандай бір сұрақ қояды дейді. Ал Құдайды кім жаратты деген сұрақ қояды дейді. Сол кезде тоқтатыңдар, ойды тоқтатыңдар дейді. Сөйтіп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я Аллахым, қуылған шайтанның, мейірімнен үзілген, күдік үзген шайтаннан, азғыруынан Аллахым өзіңнен пана тілеймін деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай дұғаны айтыңдар дейді. Расында осындай ой салады екен ол. Тәңіршілер, қараңыз, олардың сенімі мынандай. Ең біріншісі, тәңір десе олар 2 аяғы жерде, басы көкте тұратын үлкен бір дәу бір объектіні елестетеді, үлкен бір затты елестетеді. Онымен қоймай, олар айтады, судың құдайы болады. Осымен айтқанда, олардың ақидасы бойынша, олардың сенімі бойынша жалпы 3 құдай бар екен. Христиандар менен еврейлердің ақидасы осындай. Христиандар айтады мысалға еврейлерде, құдай болады дейді, оның баласы болады дейді, және Святой Дух болады дейді, және Жибрил болады дейді. Бір құдай 3 бөліктен тұрады дейді. Ал біздер мұсылмандар ондай ақидадан, ондай сенімнен пәкпіз. Біз жалғыз Алла дейміз. Тәңіршілердің атап айтқан 8 шарт оларда жоқ. Оларда имамдар болмайды, оларда муфти болмайды, оларда қасиетті күндер болмайды, пайғамбарлары болмайды. Олардың ғибадаттарының барлығы тығылып жасау, белгісіз бір затқа ғибадат ету. Ал біздің дінімізде тығылып ғибадат қылу дұрыс емес. Біздер темный еш нәрсені істемейміз. Біздердің бүкіл ғибадаттарымыз, істеріміз, мұсылмандардың бүкіл істері прозрачный болады, анық көрініп тұрады. Түсінесіз ба? Біздің ислам дінінде мысалға бір адамға ла иляха иллалла деп айтсаң, ол жоқ, айтпаймын, главный жүрегімен мұсылманмын деп айтса, біз оған жоқ, бауырым, міндетті түрде тіліңмен айтуың керек деп айтуымыз керек. Міндетті түрде тіліңмен айт, ол міндеттісің. Өйткені оны мұсылмандардың қатарынан есептеу үшін әрбір мұсылман адам тірі кезінде ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деп міндетті түрде айту керек. Түсінесіз ба? Енді түркі, біздер айттық қой, тәңіршілдік бұл түркі халқынан пайда болған бір сенім, наным, ол ешқандай дін емес. Ерте замандарда түркі еліне көптеген
нанымдар, сенімдер болған екен. Сенімдер болған екен. Мысалға, адамдар суға да табынған, адамдар күнге де табынған, ондай да сенімдер болған. Бірақтан да дейді, бірақтан да түркі еліне ешқашан буддизм діні келген емес дейді. Буддизм деген сенім, наным болған емес дейді. Неге десе айтады, өйткені буддизм сенімі қазақ халқына жалпы келмейтін дін дейді. Өзінің мінездеріне келмейді дейді. Өйткені білесіздер ғой, буддизм ютубтан көріп отырсыздар ғой, олар буддист болуың үшін сен бүкіл киімді дүниені тастауың керек, сары екі матан орап аласың, сөйтесің да жатасың ғибадатханада дым істемей. Ол буддизм деген соншалықты бүкіл нәрсені тастауың керек та, Құдай сақтасын, құйрығыңнан бір тепсе кешіресіз, менің құйрығым сіздің аяғыңызға тиіп кетіпті деп айтасыз да ол кісіге. Ал біздің ислам дінінде ондай емес. Ислам дінінде егерде бір адам сізге бір зияндық берсе, кек алу деген нәрсе бар. Ислам дінінде Құранда Алла Тағала «Ва катабна алейхим анна нафса бин нафс». Адам өлтірсе, одан кек алу, көзіңді шұқса, көзін шұқу деген нәрсе бар. Түсінесіз ба? Сол үшін бұндай жаман ағымдар, жаман сенім, нанымдар біздің қазақ халқына жараспайды. Тәңіршілдікті түбінде айтатынымыз, қорытында айтатынымыз, тәңіршілдік бұл ешқандай дін емес. Және қазақ халқының діні болмағанда, кімде-кім тәңіршілдікпен оны ақиқат дін деп, және сол жолмен жүретін болса, тәубе етпей, Құдай сақтасын, сол жолда өлетін болса, ол кісі мұсылман болып өлмейді екен. Ол кісіні мұсылмандардың қатарынан деп есептемейміз. Ол кісіні мұсылман шариғаты бойынша, тәңіршілдікпен өлген адамды, тәңіршілдік дінін ұстап өлген адамды ислам шариғаты бойынша жуындырмаймыз. Оларға ислам шариғаты бойынша кебіндемейміз. Оларға жаназа намазы оқылмайды. Оларды мұсылмандардың қабіріне де жерлемейміз. Және ол кісілердің арттарынан дұға, Құран бағышталмайды, садақасы берілмейді екен. Құрметті мұсылман бауырлар, осы нәрсені еске алыңыздар. Тәңіршілдік бұл қазақ халқының ата діні де емес, және қазақтың қазіргі діні де болып есептелмейді екен. Өйткені бұған дәлел Абай атамыздың мынандай бір сөзі бар: Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Әмәнту оқымаған кісі бар ма? Ва кутубихи демеген ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер, жарлық берді ол сіздерге сөз дұғарға деп Абай атамыздың осындай бір сөзі бар екен. Соңғы хадис Хузайфа ибн Яманнан радиаллаху анхудан. Хузайфа ибн Яман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сыр сақтаушы сахабасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге, Хузайфаға үнемі сырын айтады екен. Мынандай жағдай, мынандай нәрсе деп. Көптеген сахабалардың білмеген хадистерін біледі Хузайфа ибн Яман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында жүрген 300 адамның атын айтқан екен: "Ей Хузайфа, мыналарды жазып ал, мыналар мұнафықтардан, 200-лерден" деп айтқан екен. Омар радиаллаху анху халифа болып тұрған кезінде Хузайфадан жалынып, жалбарынып тұрып, жылап тұрып сұрайды екен: "Ей Хузайфа, сол адамдарға қараш, ішінде мен жоқпын ба?" деп сұрай береді екен. Хузайфа айтады екен: "Ей Омар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрсені маған аманат қылып айтты, сыр қылып айтты, мен оны ешкімге айтпаймын" деп айтады екен. Өліп бара жатып Омар анху Хузайфаны шақырып алып: "Ей Хузайфа, қараш, соның арасында мен жоқпын ба?" деп уайымдаған екен. Сонда Хузайфа ибн Яман: "Алла менен қасам, оның арасында сен жоқсың" дейді. Сол кісіден жеткен хадисте бір күні Хузайфа ибн Яман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай деп айтты дейді: "Я Алланың елшісі, расында біздер сіз келместен алдын білімсіздік дәуірде өмір сүрдік. Сіз келгеннен кейін біздердің дәрежеміз көтерілді, ақиқат жолды таптық. Я Расулулла, сіз дүниеден өткеннен кейін тағы да бір жаманшылық бола ма? Жаман замандар қайтып келеді ма?" деп сұрады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Я" деді. "Мен дүниеден өткеннен кейін фитналы заман қайтып айналып келеді" деді. "Я Расулулла, сол фитналы заман болғаннан кейін артынша тағы да фитналар басылып, жақсы жамандар, берекелі замандар қайтып айналып келеді ма?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Я, айналып келеді, бірақтан да жақсы дәуір бұлыңғыр болып келеді" дейді. "Бұлыңғыр болады" деді. "Я Расулулла, бұлыңғыр деген не?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан екен: "Бір топ менің сүннетімнен, мен әкелген тура жолдан айырылады. Бір топ болатын болса, менің жолымды ұстанатын болады. Сен олардың кейбіреулерін дұрыс деп қабылдайсың, кейбіреулерін дұрыс емес деп қабылдайсың" дейді. Хузайфа ибн Яман айтады: "Я Расулулла, сол кезде не нәрсеге бұйырасыз?" деген кезде, менің сүннетімді ұстанған адамдарды, әхлі сүнна вал жамағат болып, көпшілік болып жүрген адамдардың артынан ұстанып ал. Тіпті азу тістеріңменен жақсылап тістеніп солардан ұстаған,
олардан айырылма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өсиет қылған екен. Хадисті имам Муслим жеткізеді. Құрметті мұсылман бауырлар, түбінде айтатын нәрсеміз, расында тәңіршілдік деген бұл дін емес, ол бір кезіндегі бір топ адамдардың ойлап тапқан сенім нанымы. Алла ол жайында ешқандай аят хадистер түсірмеген, және ол дінді ұстану дінімізде рұқсат етілмейді. Ол дінмен ұстану, егер де оны ақиқат деп сенетін болса, ол ислам дініне қарсы болып есептеледі екен. Мұқият етіп білгендеріңізге Алла разы болсын.